Әпке, қалай ойлайсыз? Қасымдағы жиендерге қарайламай күйеуге шығып кетсем қайтеді? Олардың өз әке-шешелері бар ма еді? Аузыма басқа сөз түспеді. Аллаға шүкір, жетім емес. Ал бірақ осы жасқа келгенде екі жарты бір бүтін болар біреуді қайдан іздеймін, деді ол. Мен де ойланып қалдым. Сиқырлы оттары жымыңдап көзді арбаған түнгі клубтар мен мейрамханаларды шарламасы айдан анық. Тіпті үй күшік бұл түгілі талай-талай думанды орталардың табалдырығын тоздырған анау-мынау көк етіктіні көзге ілмейтін үріп ауызға салғандай қызметтес қыздар да көк етіктіні әлі кезіктірген жоқ. Құдай-ау, тым тәуір қыздарды көрмей жігіттер осы айқарап жүрме екен, дедім үнсіз қалуға ыңғайсызданып. Жүрген аяққа жөргем ілінеді деген атам заманғы мақал да қазір көнеріп мән-мағынасынан айырылған сияқты, деді ол сәл-пәл қабағын шытып. Неге деп таңқала жүзіне үңілдім. Бізбен бір кабинетте отырған қыздар жыл сайын дүниенің төрт бұрышын армансыз шарлап жүр ғой. Демалыста ел көріп, жер көріп, негрлермен де, немістермен де құшақтасып суретке түсіп дегендей. Тіпті солардың бармаған жерлері, баспаған таулары қалды ма екен десеңші. Фотоларына қарасаң көзің қызығады тіпті. Бастық айтқандай, тәуелсіз Қазақстандағы ең тәуелсіз қыздар солар емес пе? Әттең, жарты әлемді шарласа да жандарына жалау болатын дені дұрыс ер азаматтар кезікпей жүр-ау, дедім мен. Олардың талғамдары да талаптары да тым жоғары ғой әпке. Барлық жағына мінсіз, төрт құбыласы түгел кемел жігіт табу меніңше бос қиял, орындалмас арман сияқты. Ал менің бір ғана арманым бар. Ол қандай? Ол солар құсап дүниенің түкпір-түкпіріне алаңсыз саяхаттау. Ниеттенсең қол жетпейтін нәрсе емес қой. Жұрт қазір қалаған жағына барып жатқан жоқ па? Олардың бәрі миллионер емес. Өзіңдей жандар. Дұрыс айтасыз әпке, соңғы кездері өзім де көп ойланамын. Солардың тапқанын мен де тауып жүрмін. Бірақ тапқаным тапқандай құмға сіңген су құсап із-түзсіз кетіп жатыр. Ең болмаса жұмыстан шаршап келгенде рахаттана аяғымды созып жататын аядай пәтерімде жоқ. Осынау қып-қысқа өмірге тек бейнет көру үшін келдім бе? Қашан өзім үшін өмір сүремін? Осы жүрісім не жүріс, деді Азат ширыға шамырқанып. Жауабы жоқ сұрақтарды маған емес өз-өзіне қойып отырған ұғып үндемедім. Кейбірі қалғып-мүлгіп, кейбірі манаурай ойға шомған. Шаршаңқы жүзді түнгі жолаушылар мінген автобус көп ұзамай біздің үйдің тұсына тоқтады. Азатпен бас изеп үнсіз қоштастым да аялдамадан түсіп қалдым. Ол қаланың шет жағында біреудің барак тәрізді ескі сарайында тұратын. Неге екенін білмеймін, көпке дейін Азат ойымнан кетпей қойғаны. Тіпті оның әр қимылын сыртынан бақылай қарап көзбен көріп тұрғандай сезіндім. Міне ол автобустан ырғып түсті. Қараңғыдан қаймықпастан бұралаңдаған қисық көшенің түпкір жағындағы шамдары сығырайған жатаған үйлерге қарай тура тартып барады. Неге екенін қайдам, әйтеуір бүгіннен бастап оның ендігі өмірі күрт өзгеріп басқа арнаға бұрылардай сезіндім. Ертеңіне екеуміз түскі үзіліс кезінде күндегіше астар атып, таза ауа жұтып, шағын саябақ ішінде үн-түнсіз серуендеп жүргенбіз. Әпке, қазіргі ғұлама психологтардың бәрі өмірді өзгерткің келсе өзіңнен баста дейді ғой, деді Азат байыпты үнмен. Оның әріден орағыта бастаған тосын әңгімесіне үнсіз құлақ түрдім. Үйге келсем соқталдай ұлдар тамаққа тойып алып, бір-бір телефонға үңіліп, кескен теректей сұлап жатыр екен. Күндегіше маған түк қалдырмапты. Ұсақтап пияз турап, кішкене шойын табаға жұмыртқа қуырып жедім. Сосын тек өзім ас пісірген ыдыспен кесе қасықты ғана жуып шайдым. Күні бойы жуылмай, тау-тау боп үйіліп тұрған лас ыдыс аяққа саусағымның ұшын да тигізгем жоқ. Күнде соның бәрін өзім жуып әуре болатынмын, деді Азат. Еркек бастарыңмен қазан аяққа үйір болмаңдар деп әу баста жаман үйреткен өзің шығарсың. Енді сол өзің жаққан отқа өзің жылынбағанда қайтесің, деп күлдім. Иә, рас айтасыз әпке, от демекші терезе алдында көптен бері аткөпір боп ескі газет-журналдар үйіліп жатқан. Соларды құшақтап есік алдына ықтасын жерге алып шықтым да өртей бастадым. Әлі сөне қоймай қызыл шоқтанып жатқан қағаздарға ойлана қарап тұрсам, үлкен жиенім қасыма келіп: Азико, не болды, тағы да көшеміз бе, дейді. Жоқ, мен таяуда күйеуге кетемін, деп айта салдым. Неге олай дегенімді өзім де білмеймін әпке. Немене, күйеу несі? Біз кімге қаламыз сонда, деп ол шошып кетті.
қарша бораған сұрақтарға жауап берместен бозарып сөне бастаған күлге қарап үн-түнсіз тұра бердім. Ол менен жөнді жауап ала алмағасын қипақтап қас қабағыма қарап аз-кем тұрды да ішке кіріп кетті. Ой ұят-ай, не деп кеттім? Қайдағы күйеу, құдайдың жоғын айтқаным не? Деп екі алақанымен алаулаған бетімді басып есік алдында ары-бері жүрдім. Күйеуге тисем не айыбы бар екен? Осынау үлкен қаладан өзіміз сияқты жалғыздықтан шаршаған бір еркек кіндікті табылмас дейсің бе деп кәдімгідей ойланып тұрсам, жеті қараңғы түнде жападан жалғыз неғып тұрсың қарағым, аманшылық па деп көрші апай қасыма келіп тым тәуір ойларымның тоз-тозын шығарғаны. Жай таза ауа жұтып тұрғаным ғой. Күні бойы компьютердің алдында отырамын. Бүгін түн тамаша екен деп өзімше алдаусырата жауап беріп жатырмын. Суық тиіп қалар, жүр ішке кірші. Бүгін үйде жалғыз едім, екеуміз шай ішейік деп еркіме қоймай бөлмесіне кіргізді. Тысы сетіне тозып, серппе темірлері әр жерінен селтие көрінген көне диван үстінде дұшпанкөз құрақ көрпесін төседі. Арса-арсасы шыққан сықырлауық диванға амалсыз тізе бүктім. Аяқ астынан сыйлы қонақ келсе керек болар деп қуыс-қуысқа тыққан бар тәтті дәмділерін дастарханға шығара бастады. Қысылмай еркін отыр. Балам жұмыстан соң такси болып жүр. Күнде кеш келеді. Өзіңе жолығатын бір шаруам бар еді деп қояды. Шай үстінде сол шаруасын қалай айтудың жөнін келтіре алмады ма? Қарағым, мынау көршілер осы қаладағы бір әйгілі компанияда қызмет істейді екен деп сені сыртыңнан сөз қылады. Негізі ол жерге кез келген кісі тұмсық тыға алмайды деп естігем, сол рас па деп әңгіме бағытын өзіме қарай бұрды деп Азат сыңғырлай күліп жіберді. Сол сұрақ көптен менің де ойымда жүрген. Әу баста бір танысымнан осы компанияда жұмыс барын естідім. Бірақ айтуын айтқанмен, ой, сені қызметке ала қояр ма екен? Бастық тек өз руластарын алатын еді деп ол кісі күмілжіп қалды. Не де болса барып көрейін, біреу тонымды шешіп алмас деп бағымды сынауға бел будым. Компания басшысының руын сұрап біліп алғам. Бірақ алдына барғасын мысы басты ма шапырашты деген сөз тарс есімнен шығып кетсін. Құжатың қатып тұр екен, дұрыс, бірнеше тіл біледі екенсің. Ал сонда қай рудансың қарағым деп қадалып отырып алмасы бар ма? Әлгі руы бар болғыр аузыма атауы түсер емес. Күзгі жапырақтай дір-дір етіп жан терім шықты. Жапырақ дегенге ұқсайтын секілді еді. Сосын тәуекелге бел буып ақырын ғана жапырақты дедім. Қолындағы құжаттарымды жайбарақат ақтарып шығып, жайлы креслода құрсағын құшақтап, үйелеп жатқан бастық басын оқ жыландай оқыс көтерді ме, не дейсің деп таңырқап, мен қайтадан жапырақты деп міңгірледім. Ол кісі тас қылып құшақтап отырған тасыған қамырдай дәу қарнын жібере салып, екі иығы селкілдеп кең кабинетті басына көтеріп күліп жіберді. Қақалып шашалып көзіне жас аққанша күлсін. Кірерге тесік таппай қаққан қазықтай бір орында қаттым да қалдым. Ол біраздан соң күлкісін тыйып көз жасын жеңімнен сүртіп, жарайды, қызық үшін бөтен рудан да біреулер арамызда жүрсін деді де өтінішіме шиырып тұрып қолын қойды. Сөйтіп осы компанияға қызметке кірдім деді Азат жылы жымиып. Қашанғы тума-туыс руластарын жинай берсін, біз секілді жұмыстан өлген жанкештілер де керек қой компаниясына. Дегенмен тәуекелдің тастай қыз екенсің деп шын көңілден сүйсіндім оған. Осы әңгімені көрші апайға шып-шырғасын шығармай айтып бердім. Ойпырмай, қайта сені құдай сақтаған екен, кімді алдағың келді деп ұрсып қуып жіберсе қайтер едің деп шошына жағасын ұстады. Ой апай, мен үйге қайтайын, маған айтамын дегеніңіз не шаруа еді деп бастапқы әңгімесін қайтадан есіне салсам, соны саған айтсам ба айтпасам ба деп екі ойлы болып отырмын. Әлгінде азуын айға билеген әйгілі компанияның білдей қызметкеріне айту да ыңғайсыз сияқты деп тайқақтады. Айтуға ниеттенген екенсіз, айта берсеңші деп мен де айтпасына қоймай табандап тұрып алдым. Көптен ауылдағы үйіміз өтпей тұр еді, соны сатып алатын біреу табылыпты. Кеше аяқ астынан хабар келді. Өзім бармасам болмай тұрып барайын десем деп көрші апай күмілжіп төмен қарады. Тау жақтағы елейтін үйлер бар емес пе? Біраз уақыттан бері солардың кірер дәлізін жуып жүргем, аптасына бір рет. Уақытша еден жуатын адам таба алмай тұрмын. Ақшасын төлеймін ғой, бала-шағаға сен алмай қиналып отырғаным. Менің байқауымша осы жердегі ең естияр ықтиятты жан өзің секілдісің.
бірақ деп терең күрсініп қойды. екінші бөлімнің соңы